Алданған арман. Арайлым ақ көңіл, таза жүректі, арманға толы жас қыз еді. Ол бір күні әлеуметтік желі арқылы Данияр есімді жігітпен танысады. Жігіт алғашқы күннен ақ Арайлымды ерекше ықыласпен қарсы алып, күнде жылы сөздер жазып, гүл сыйлап, кездесуге шақырып, жүрегін жаулай бастайды. Жігіттің сөзінен, әрекетінен нағыз мырзалық байқалатын. Ол өзін қалада тұрамын, ата-анам шенеуніктер, жақсы жұмысым бар деп таныстырған. Арайлым оған сенді. Өйткені ол әр кездесуде жылы сөйлеп, болашаққа жоспар құрып, үйленеміз деп уәде берген. Уақыт өте келе, Данияр Арайлымға мен сені шын сүйемін, екеумізді тағдыр қосты деп үйленуге ұсыныс жасайды. Қыз келіседі. Бірақ қыз жақ той жасап, салтпен ұзатуға қарсы болған жігіт. Біздің жақта салтымыз басқа, алып қашу арқылы үйленеміз деп сендіреді. Арайлым махаббатқа сеніп, ризашылығын береді. Осылайша Данияр қызды алып қашады. Алайда қаладағы әдемі өмірдің орнына Арайлымды шалғай ауылға алып келеді. Үйі ескі, қарапайым, ата-анасы зейнеткер, кедей тұрмыс кешіп жатыр. Бұл көрініс Арайлым үшін ауыр соққы болады. Жігіттің айтып жүргендерінің бәрі өтірік болып шығады. Бірақ ол Даниярды шын сүйген үшін бәріне шыдаймын, тек бірге болайық деп өз-өзін жұбатады. Алғашқы күндері үйге сәл жылулық сезілгенімен, көп ұзамай бәрі өзгерді. Данияр күн ұзақ достарымен жүреді, түнде ішіп келеді. Үйге келсе ата-анасымен немесе әпкелерімен ұрысып мазаны алады. Арайлымға мүлде көңіл бөлмейді. Бір кездері мейірімді көрінген жігіт енді салқын, қатыгез адамға айналып кеткендей. Екеуі бір үйде тұрса да бір-біріне бөтен адамдар сияқты болып кетеді. Күндердің күнде Арайлым аяғы ауыр екенін біледі. Бұл жаңалықты естігенде Данияр бейтарап күйде қалады. Қуанып, қамқорлық танытпайды. Керісінше сол баяғы жүрісін жалғастыра береді. Бір күні ол тағы да достарына кетіп бара жатқанда Арайлым: "Бүгін үйде болайықшы, мен өзімді жайсыз сезініп тұрмын" деп өтінеді. Сонда Данияр ашуға булығып, оған қол көтереді. Бұл Арайлым үшін ең ауыр сәттердің бірі еді. Бірақ бұл соңғысы болмайды. Уақыт өте келе әр ұрыс сайын соққыға жығылатын болды. Қыз сол күндері өзімен өзі сөйлесіп, "Біз үйленбей тұрған кезде сен мүлде басқаша едің, неге өзгердің?" деп мұңын шағады. Жауап орнына тағы да қол жұмсайды. Көп ұзамай Арайлым шошынып, ауыр күйде ауруханаға түседі. Сөйтіп дүниеге бір қыз әкеледі. Сол сәтте ата-анасы келіп, қыздарының көгерген беті мен шаршаған түрін көріп, ашуға булығады. Анасы оны дереу алып кетеді. Арайлым ата-анасының қолына көшіп кетіп, ажырасуға шешім қабылдайды. Данияр баласын да, бұрынғы жарын да іздемейді. Бәрін тастап, өз өмірін жалғастыра береді. Ал Арайлым барлық ауыртпалыққа қарамастан, сәби үшін өмір сүріп, өз бетінше жаңа өмір бастайды. Бұл оқиға шынайы өмірдің ащы шындығы. Жалған уәде мен өтірікке құрылған махаббаттың түбі өкініш. Ал шынайы махаббат сенім мен қамқорлыққа негізделуі керек.